Саламатсыздар ма әріптестер, сіздерде мынандай бір кемшілік болып жатқан сияқты. Өйткені мен жасаған видео бойынша сіздер қымыжыны салуларыңыз керек еді, бірақ сіздер ол нәрсені дұрыс көрсетпей жатқан сияқтысыздар. Так, менің мектебім деген бет таңдайсыздар, яғни осы терезе ашылады. Тұран мектеп гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Мына терезе қай жер ашылып тұрғанын көрсеңіздер болады. Хабарландыру деген бөлім тұр, Так, хабарландыру, мұғалімдер бөлмесі, күнтізбе, сыныптар, адамдар, топтар және мына файлдар. Сіздер қазір мына жерде мына кісілер мына жерге жүктеп жатыр, яғни хабарландыруға жүктеп жатыр. Так, хабарландыру бөлімі сіздерді ашық тұр. Файл қосу деп осы жерден қосып жіберіп жатсыздар. Бұл жер жаңалықтар немесе хабарламалар, немесе қағаздар жіберген кезде осында жүктейтін дүние негізі. Қазір қарасам, мына жерде мектепке қосылған жаңа файлдар. Так, Дауылбаева Азиза апай жіберген мына жерге, осы хабарландыруға тастап қойған. Тағы сол кісі Зарипа апай мына жерде, тағы кім бар? Туренова Гүлназ апай. Так, Шарипа апай, Карибаева бастапқы кезде осы жерге жариялап қойған, яғни хабарландыру бөліміне тастап қойған. Қарап тұрсаңыздар, осы бөлімге тастаған мұғалімдерге. Жалпы айтайын, мына жерде сіздер хабарландыру бөліміне емес, файлдар бөлімін ашуларыңыз қажет. Яғни файл бөлімін ашқан кезде тура сіздерге осы терезе ашылып көріп тұрсыздар ғой. Жалпы көргендеріңіз бойынша барлық файл элементтердің барына баса назар аударғандарыңызға дұрыс болар еді. Енді қараңыздар, мынау ерекшеленіп тұр, яғни барлық файлдар. Сіздер кірген кезде міндетті ол барлық файл ашылады. Енді сіздер файл жүктеудің екі түрі бар. Барлық файлдар деп тұрады. Осы жерден сіз керекті сыныпты жүктегіңіз келеді. Мысалы 10-шы Ә сыныпқа жүктегіңіз келеді, 10-шыны Ә сыныбын ашасыз. Осы жерден файл жүктеу дейсіз. Осы терезе шығады, дұрыс па? Так, сіздерге осы терезе шыққан кезде мына жерде файл таңдау шығады, буманы таңдау шығады. Енді қараңыздар, осы жерде мына іс-әрекетті жасауға болады. Мен қазір кері қайтайын осы жерден. Так, кері қайттым. Так, осы кері қайттым, артқа қайттым. Яғни барлық файлдар деп тұр, Осы жерден сразу сіздер файлдарды жүктеу бөліміне өтулеріңізге болады. Бірақ өткен кезде, бірден файл жүктеу бөліміне өткен кезде, сіз қай бумаға, яғни қай папкаға салу керек екенін көрсеткен жоқсыз. Сондықтан осы жерден таңдайсыз. Енді екінші жолы да жаңа сіздерге бірінші жолын айттым. Яғни файлды, буманы таңдап аласыз да, кейін барып жүктеу батырмасын басасыз. Енді қараңыздар, мысалы 10-шы сыныпқа дейме, қымыжысын таңдадым. Осы жерден файл таңдайым. Файл бөлімге өтем. Бұл жаңағыдай мына видео негізі телефоны бар, яғни смартфонмен ғана жүктейтін кісілерге жалпы түсіндіріп өтейін деп жатырмын. Документі бөлімін бассаңыздар, документтеріңіз мына жерде болса, осы жерден шығады. Документтеріңіз, яғни суреттер десеңіз, суреттер шығады. Яғни мен қазір сіздерге эксперимент түрінде просто жай ғана бір материалды жүктеп көремін. Так, мына материалды жүктейін, таңдадым. Таңдаған кезде сіздер баста назар аударыңыздар, міне файл жүктелгенін білдіреді осылай, аты шығады. Жүктеу батырмасын басамын. Так, жүктеу батырмасын басқан кезде мына атауды толығырақ жазыңыздар. Мысалы, бірінші Ә сыныбы. Мысалы, бүгін 19-ы, 01-і, 2022. Одан кейін біздер информатика дейміз. Информатика пәні. Одан кейін Ақтаев деп толық көрсетіп қоямыз. Мысалы, Ақтаев Мұхтар. Одан кейін мына жерге толығырақ сипаттауға әрекет жасаймыз. Енді бұл жерде жаңағыдай бағдарламаның пәннің атауында толықтырып кіргізесіздер. Информатика пәні, одан кейін бұл қай сыныпта, мысалы 10-шы Ә сыныбы.
Так, 19-01 10 сыныпта информатика пәні Ақтай Мұхтар. Так, Ақтай Мұхтар демес бұрын мына жерге тақырып жазып кетейік. Тақырыбы алгоритм мысалы. Не? Тақырып алгоритм жасаған Ақтай Мұхтар. Сақтау батырмасын басасыздар, тура осылай. Енді әркім арқылай толықтырып жазасыздар. Енді қарасаңыздар, осылай қалады. Уже жүктелді деген сөз. Сіздерде сипаттама мына жерде көрсетіледі. Одан кейін қараңыздар, өңдеу бөлімін жасау болады, өзіңе көшіру дейді. Буманың атауы мына 10 сынып қымыжысына жүктелген білуге болады, және сипаттаманы қарайсыздар. Сосын сіздер қай уақытта жүктейсіздер? Міне, бүгін сағат 9:52-де жүктедім. Яғни әрбір уақыт, әрбір қаралады. Және де пікір қалдырады. Пікір осы жерге сіздердің қымыжыларыңыздың тексеру барысында жүктеліп салынады. Енді қайта екінші нені жүктегілеріңіз келсе, мына жерде артқа 10 сыныпқа немесе жалпы 9 сыныпқа, жалпы қайта 10 сыныпқа жүктегілеріңіз келуі мүмкін, немесе жоғары сыныптың басқа сыныптарына, мысалы 9 сыныпқа екінші қымыжыңыз. Ол да тура осы іс-әрекет арқылы жүреді. Мысалы, файл жүктеу дейсіздер даған, ары қарап жаңағыдай іс-әрекеттерді орындай бересіздер.